Ата-ана балаға сот емес, адвокат болуы тиіс. Ата-ана болу оңай емес, бірақ бала болу оңай деп кім айтты? Бала болсаң, көп нәрсені түсінбейсің. Көбі өз қалағандай бола бермейді. Көп нәрсе көңіліңді түсіреді. Басқаларға әсер етуің, сөзіңнің жетуі екі талай. Өзің жеке шешім қабылдау да екі талай. Және осындай сәттерде қасыңда әрдайым сені сынға ала беретін, қателіктеріңді ғана байқайтын сот төрешісі жүрсе мүлде қиын. Ал қасында сені қолдайтын, көтеретін, жақсы жақтарыңды байқайтын адвокатың болса, барлығы жеңіл. Сондықтан баланың тек қатесін емес, жетістіктерін де байқап жүрейік. Ненің жаман екені туралы емес, жақсы екені туралы көбірек айтыңыз. Айтқанды тыңдамағанда ұрса бермеңіз. Сіз адвокатсыз ба, әлде сот төрешісіз бе? Енді ұйықтайын деп жатқанда бала, су ішемін, қорқам, ертек айтшы, қайда барасың деген сияқты сұрақтары көбейеді. Күні бойы жұмыс, үй шаруасы деп енді ғана баланы ұйықтатып шай ішейін десең, осы сөздерді естиміз. Неліктен бала жиі олай жасайды? Кішкентай бала үшін ата-анамен байланыс өте маңызды, ал ұйқы оларға байланысты үзетін нәрсе секілді көрінеді. Баланың жасы кішкентай болған сайын, бала сезімтал болған сайын ата-анасынан ажырағысы келмейді. Балаға енді қалай көмектесеміз? Балаға сіздің байланысыңыздың мықты екенін көрсетіңіз. Құшақтаңыз, сүйіңіз, сипаңыз. Ұйықтар алдында ертең бірге не істейтіндеріңізді айтыңыз. Бала сізбен байланысты сезінуі керек, эмоционалды және физикалық тұрғыда. Баланы бұлай тамақтандырмаңыз. Бірінші, тамақты соңына дейін бітірткізу. Екінші, мама үшін, папа үшін, әже үшін, ата үшін. Үшінші, мультфильмдер қосып қойып тамақтандыру. Төртінші, балаға қорқытып, оны қинап тамақ беру. Бесінші, тезірек жеуге итермелеу. Бұлардың барлығы балада болашақта ас қорыту бұзылысы мен артық салмақтың болуына алып келеді. Біз өз тарапымыздан не істей аламыз? Баланың тамағын дайындау, өзіне пайдалы тамақты ұсыну, тамақтануда жауапкершілікті балаға беру, баланың тою, қарны ашу, жақсы көретін тағамы секілді таңдауларын сыйлау. Иә, дұрыс пайдалы тамақ беріңіз, бірақ бала оны өзі қалайтындай қылып. Бала өзіне ұнайтын авторитет адамның айтқанын тыңдайды. Бізді кішкентай кезімізде қалай тәрбиеледі? Баланы махаббатпен кезектеп ұрысу, жазалау керек деп өсірді. Балаға тек жылулық берсең, құтырып кетеді дейтін. Ал ата-анадан жақсы сөздер есту үшін оларға жағатын нәрсе жасауын керек еді. Мысалы, ыдыс жуып қою, сабақты тек 5-ке оқу, үйді таза ұстау. Солай баланы тек жақсы істер үшін жақсы көріп мақтаса, бала ата-ананың айтқанын тыңдайды деп ойлайтын. Бірақ негізінде мүлде олай емес. Бала артық жазалау, ұрысу, соғусыз-ақ сіздің айтқаныңызды өз бетімен тыңдағысы келеді. Егер сіз оны себепсіз жақсы көрсеңіз. Иә, дәл өзі. Екеуіңіздің ата-ана және бала ретіндегі қарым-қатынасыңыз нығайған сайын бір-біріңізді есту де оңайырақ. Ал бала өзі-ақ сізді тыңдағысы келіп тұрады. Балаңыз айтқанды тыңдамайтын болса, қарым-қатынасыңызға мән беріңіз. Қандай жағдай болып жатыр екен? Жаман бала болмайды, өзін жаман сезінетін бала болады. Баланың айтқанды тыңдамауы, өзін дұрыс ұстамауы оған көмек керектігін білдіреді. Егер біз солып бара жатқан гүлді көрсек, оған ұрсып, кінәлап шықпаймыз ғой. Біз оған су құйып көмектесеміз. Бала да сол секілді. Сондықтан баланы түсінуге, ішкі эмоцияларын көруге және оған көмектесуге тырысайық.